Эфирде Білім Ленд хабары. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Азан радиосы Алатауға арнайы келді. Біз қазір Алматы қаласындағы Нұр Мүбәрак университетіндеміз. Арнайы сұхбат жазып алудың сәтті болып тұр. Қазір менің жанымда осы Нұр Мүбәрак университетінің ректоры, доктор профессор Мұхаммад Аш-Шахад Әл-Жинди отыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Welcome. Рахмет. Ахлан ва сахлан. Рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Біздің негізгі мақсатымыз еліміздегі діни білімнің қара шаңырағы атанған Нұр Мүбәрак университетін көпшілікке кеңінен насихаттау, таныстыру. Нұр Мүбәрак университеті қазіргі уақытта мынау рухани білімнің алтын діңгегі болып тұр. Сізге рахмет айтамыз сұхбат үшін. Ендігі сұрағым, дәл осы университетке оқуға қабылданған түлектер нендей мүмкіндікке ие болады білім сапарында? بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم في هنا في نور مبارك جماعة المسلمين. Біріншіден, сіздерді осында Нұр Мүбәракта көргенім үшін қуаныштымын. Ислам мәдениеті университеті болған осында көргеніме. Әрине, Атыраудан көптеген студенттер келеді Нұр Мүбәракқа. Олар мұнда руханият үшін келеді. Яғни дұрыс дінді, дұрыс исламды үйрену үшін келеді. Біз осында дұрыс исламды Нұр Мүбәракта үйретеміз. Нұр Мүбәракқа Қазақстан бүкіл жерінен келеді. Атыраудан, Қарағандыдан, Шымкенттен, Түркістан, Астана, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінен келеді. Дінді жақсы көргендіктен келеді. Бұл да керемет. Нұр Мүбәрактың осында болуы да өте керемет. Яғни себебі Өзбекстанда осы сияқты Нұр Мүбәрак сияқты ислам университеті жоқ, Қырғызстанда да жоқ, Тәжікстанда да жоқ. Себебі бұл өте үлкен тәжірибесі мол университет. Бұл Мысыр мен Қазақстанның екеуінің ортақ бір білім ордасы. Мұнда жан-жақтан көптеген студенттер келеді, Атыраудан келеді. Мұнда дұрыс ислам дін үйрену үшін, ақидан үйрену үшін фиқхты, дағуаны, тәфсірді, хадисті, бүкіл діндерді, заманымыздағы діни ағымдарды, діни ілімдерді осында үйрену үшін келеді. Яғни мәдениет, ислами мәдениетті, өз-өзін тануды, Қазақстан тарихын осында үйренеді. Бұл Нұр Мүбәрак университеті өте үлкен мүмкіндіктер береді. Осындай керемет діни ілімдермен қатар дүнияви ілімдерді де береді. Яғни тек қана діннен емес, тарихты да үйренеді, мәдениетті, саясатты, осылардың барлығын осы Нұр Мүбәрак университетінде үйреніп шығады. Бүкіл ислам діндерін, білімдерін үйренеді. Біз қалай Мысырда Әл-Асқар университетінде қалай үйренген болсақ, осында келіп жұмыс жасап жатқан мысырлық ұстаздардың барлығы дәл солай үйрететін болады. Мысалы үшін айтатын болсақ, биыл 4 ұстаз келді, 4-еуі де үлкен ғалым. Бұл 4 ғалым ұстазымызға Қазақстан емес, Мысыр өзі төлейді, яғни доллармен төлейді. Бұл деген сөз Қазақстан мен Мысырдың арасындағы байланыстың өте жоғары екендігін білдіреді. Ректор мырза, енді айтсаңыз, Нұр Мүбәрактың Қазақстан бойынша еш баламасы жоқ. Жалғыз білім ордасы дәл осындай статусқа ие болуына нендей күш әсер етті, және Нұр Мүбәрактың болашағын қалай елестетесіз? هم الطلاب من قزاقستان. Мұндағы жан-жақтан келген, Қазақстан түкпірінен келген студенттер, жоғарыда айтқанымыз сияқты, ислам дінін, дұрыс дінді үйренеді, дүнияви ілімді үйренеді, сонымен қатар 4 тілді үйренеді. Қазақша біледі, орыс тілін, араб тілін және ағылшын. Ағылшын тілінде осы университетте үйреніп шығады. Сонымен қатар ислам дінінің бүкіл білімдерін, яхудилік ілімді, дінді және буддизмді де осында үйренеді. Бұлардың барлығы осы университетте дәрістер жүргізіледі. Сол үшін де мұнда жан-жақтан келеді. Яғни бұл сияқты университет, Нұр Мүбәрак сияқты университет Қазақстанда жоқ. Яғни осы біздің Нұр Мүбәрак сияқты дәріс беретін ешқандай университет жоқ. Әл-Фарабиді алсақ та, Евразия университетін алсақ та Астанадағы,
Абай университетін алатын болсақ та, біздегідей тәртіппен білім бермейді. Қазақстандағы бүкіл университетте діни, яғни дәрісте біздің Нұр-Мүбарактың мысалы сияқты дәріс бере алмайды. Себебі мұнда дұрыс исламды, дүниеви ілімдерді үйретеді. Енді мысалы үшін айтатын болсақ, біздің елімізде, яғни Қазақстанда мұнда сәләфилік, уахабилік бар әрине, бірақ мұнда тек қана дұрыс исламды үйретеді. Өзінің отанын жақсы көретін, қоғамды жақсы көретін, дұрыс, сау, сахих болған ислам дінін осында үйренеді. Және бұны шетелге шықпастан Қазақстанда үйренеді. Қаржы жұмсап, шығынға батып, Түркияға, Мысырға барудың, немесе Сауд Арабиясына барудың қажеті жоқ. Мұнда Қазақстанда үйренуге мүмкіндік бар, және бұл ол үшін студенттер үшін абзал болып саналады. Сол үшін де Қазақстан түкпір-түкпірінен Нұр-Мүбаракқа келіп білім алады. Ғылым биігіне жеткен адамсыз ғой. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіз, ілім іздеп жүрген жастарға қандай кеңес бересіз? Оқудан басқа оларды биікке жетелейтін не нәрсе болуы мүмкін? Сіздің тәжірибеңізде. Әрине, мен мұнда ректор болып келместен бұрын Мысырда көптеген қызметтерде жұмыс жасадым. Медреселерде, ислами медреселерде басшылық қызметте болдым. Шариғат және заң бөлімінде де басшылық, яғни менде тәжірибе көп болды. Сол үшін де Мысыр мемлекеті менің тәжірибем көп болғандықтан Қазақстанға жіберді. Бұл да Мысыр мен Қазақстанның байланысы өте жоғары екендігін білдіреді. Яғни тәжірибесі бар білімді ғалымды ұстаздарды жібереді. Бізде мысалы үшін Мысырдан келген ұстаздар өте көп. Жаңа жоғарыда айтқанымыз сияқты 4 ұстазымыз келді. Біздің негізгі мақсатымыз осы білімді үйрету, яғни Мысырдан алған білімімізді осында үйрету. Ал Нұр-Мүбарак университеті болса, осы жерден білім алған Нұр-Мүбарактың студенттері болашақта қазақ халқына, қазақ халықтарына дұрыс исламды, яғни адасушылықтан сақтайды. Халыққа көзін ашып, дұрыс исламды иншалла үйретеді. Бұл да Мысыр мен Қазақстанның керемет байланысы екенін көрсетеді. Маңызды болған нәрсе, діни ілімдермен қатар заманымыздағы, яғни әлемде болып жатқан жағдайларды да үйренеді. Қазіргі таңда әлемде қандай жағдайлар болып жатыр? Яғни осылардың барлығынан хабардар болып, өте жоғары білімді алып шығады. Яғни бұл университеттің студенті діни біліммен қатар осы замандағы жағдайларды да біліп үйреніп шығады. العالم من حوله نحاول نحن هنا أيضا يعني أن نجعل الطالب يعرف الدنيا من حوله ويعرف ماذا يحدث. لذلك هذه الجامعة تحرص على أن يكون التعليم بهذا الشكل هنا في نور-Мүбарак. Рахмет. Сізге алтын уақытыңызды бөліп, осылай арнайлап бізге сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Алла дін жолындағы қызметіңізге сәттілік, береке, ынтымақ берсін, молшылық берсін. Азан деген радио ашылды Атырауда, дін мен дәстүрді ұштастырған. Сол радионың тыңдармандарына және ұжымына, сол радионың артында тұрған қаймана елге тілегіңіз болса. باسم نور-Мүбарак وبالعلاقة الطيبة بيننا. Нұр-Мүбарактың атынан біздің қарым-қатынасымыздың керемет болуына байланысты Атырау және бүкіл Қазақстанға, Алматы, Астана, Қызылорда, Қарағанды баршасына керемет жақсылық. Алла тағаладан үнемі дұға жасаймыз, білімді арттыру үшін және Алланың қалауымен Қазақстан мемлекетінің мәңгі ел болу үшін, күшті ел болу үшін, мәңгі ел болу үшін біз тілектеміз. Яғни сол үшін де біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Ислам солай айтады. Бір-бірлерін жақсы көруге шақырады. Біз де осы дұғадамыз, иншалла, Алла қаласа, Алла тағала осы дұғаларымызды қабыл етеді деп сенеміз. Біз сол үшін де білім береміз. Қазақ халқының баршасының ислами білімі дұрыс дінде үйреніп шығуына дұғадамыз. صحيح وتأتون بالإعلام الجيد إن شاء الله. إعلام جيد يكون للناس كلها حتى يكون الناس في أحسن حال إن شاء الله. آمين. Рахмет, Рахмет. Спасибо. Рахмет. Жақсы. Иншалла. Ардақты ағайын, дәл осындай көңіл күймен біз сұхбатымызды аяқтаймыз.
Азан Атырау радиосы қосулы болсын. Нұр Мүбәрак университеті туралы арнайы репортажды алдағы уақытта ұсынамыз назарларыңызға. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Эфирде Білім Ленд хабары.